Сәлем достар, бүгін біз сіздермен тайский салатын дайындалу жолын өте оңай әрі дәмді болып шығатын рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен осындай бір дана сәбізімізді ұзынша болып өтетін үткіштен өткіземіз. Сосын үстінен азырақ тұз салып, қолымызбен жақсылап мұжамыз, суы шыққанға дейін. Енді бір ыдысымызды дайындап, бір стакан салқын суымызды дайындап аламыз. Одан кейін бір дана қиярымызды турап, видеода көрсетілгендей ыдысымызға салып, үстіне салқын суды құямыз, және де кішкене ғана тұз салып, бір жарты сағат көлемінде қиярымызды бір жерге қоя тұрамыз. Енді тәтті болгар бұрышын алып, видеода көрсетілгендей қылып тураймыз. Қызып тұрған табамызға жарты ожау майымызды құйып, болгар бұрышын қуырамыз. Қиярымызды суынан төгіп, қуырылған болгар бұрышын майымен қосып, қиярдың үстіне құйып аламыз. Бастапқы кезде үткіштен өткізілген сәбізімізді осы салаттарға қосамыз. Және де бір дана қызанағымызды жақсылап жуып, оны да ұзынша етіп турап, осы салаттардың үстіне қосамыз. Бұл бізде сиырдың еті, алдын ала пісіріп дайындап аламыз, және де шамалы уақытқа мұздатқышқа салып қойсаңыздар, жақсы туралады. Оны да салаттың үстіне саламыз. Содан соң 2 дана сарымсақты майдалап тураймыз да, және де аскөкті де майдалап турап, салаттардың үстіне саламыз. Енді жарты шай қасықтай болатын қызыл бұрышымызды осы салаттардың үстіне сүйіп шығамыз. Содан соң соямызды салаттардың үстіне бір айналдыра құямыз. Яғни бізде соя 2 ас қасықтай болады. Енді барлығын жақсылап араластырып, тоңазытқышқа жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей достар, біздің салатымыз дайын болды. Дайын болған салаттарымыз үстіне кішкене ғана күнжутты сеуіп жүрсеңіздер, әдемі көрінеді. Барлықтарыңызға ас болсын.